сыр елінде көбінесе жыраулық дәстүр көп дәріптеліп, соған өте басым бөлігі жыр өнеріне, жырауларға осы халықтың сүйіспеншілігі, ықыласы көбірек артқан еді. Бұл сыр елінде күйшілік дәстүрде жақсы дамыған, онымен бірге осы салдық құрғанда сал серілеріміз болған. Сондай сал серілеріміздің бірі Ешнияз Жөнелдіұлы болатын. Ешнияз ол өзі осы бірден бір салдық құрған салдар болса, соның ішіндегі бір өзіндік орны, ерекшелігі бар, дарынды ақын, сазгер, ғажап жыраулығы да басым еді. Көптеген өзінің ізінен ерген шәкірттері болды. Бел баласы кете Жүсіп болатын болса, одан бөлек мынау Шораяқтың Омары, Тұрмағамбет, тағы басқа да көптеген өнерпаздар осы көптеген әндерін, мысалға Желдірмая, Гөй-гөй, Айтжанай деген сияқты тағы басқа да көптеген әндерін осы біздерге бүгінгі таңда жеткізген болатын. Әлі де осы әндері елдің арасында көптеп орындалып жүр. Қазіргі таңда сыр елінде 50-ден астам көптеген осындай айтылмаған тың әндер көпшілік. Сол әндердің бірі осы қазір мен орындайын деп отқан Сыр дуан деп аталады. Бұл әнді осы Ешнияз салдың әні деген бізге біраз мағлұматтар жеткен болатын. Енді бұған қарсы бұл ән халықтың арасындағы тек Ешнияз жеткізген деген де әңгімелер бізге құлағымызға жетіп жүреді. Дегенмен бүгін сол Сыр дуан деген әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынғымыз келіп отыр. Қабыл алыңыздар.